Жас талант қалай қалыптасады және оның артында қандай күш жатыр? Бүгін біз Қарақат мектеп студиясының мақтанышы Нағашыбай Мирас және оның аяулы анасы Индира ханыммен сұхбаттасатын боламыз. Подкасты соңына дейін тамашалаңыздар. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін бізде ерекше қонақтар. Қарақат мектеп студиясының мақтанышы, Славян базарының халықаралық конкурсында Қазақстанның атынан өнер көрсететін Нағашыбай Мирас және оның жанашыры, қолдаушысы, аяулы анасы Индира ханым. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Сіздерді подкастта көргенімізге қуаныштымыз. Қуаныштымыз, расымен де қош келдіңіздер. Алғашқы подкаст қонақтары біздің мақтаныштарымыз. Сондықтан енді қазір әдемі сұхбат, керемет душевный отырыс болады деп ойлаймын. Енді Мирас өзің жайлы таныстырып кетейік. Менің атым Нағашыбай Мирас Ержанұлы, жасым 13-те, Алматы қаласы Жамбыл ауданының тұрғынымын. Керемет. Индира ханым. Менің атым Индира Утемисова, осы Мирас Нағашыбайдың анасымын. Осы Қарақат мектеп студиясының мақтанышы Мирас Нағашыбайдың анасымын. Керемет. Енді бірден сұрақты сізден бастасақ, Индира ханым, осы Мирастың өнер жолы қалай басталды? Мирастың өнер жолы ол 4 жасынан басталды. Енді анасы болғаннан кейін үйде баланың қай жағынан өнер бар екенін білесің ғой. Сол уақытта 4 жасынан бастап Мирас ән айта бастады. Сол уақыттан бастап мен қадағалап 4 жасында өнер мектепке алып бардым. Өнер мектепке алып бардым. Өзімнің Ұзынағаш, Жамбыл ауданы, Ұзынағаш ауданы. Жамбыл ауданы, Ұзынағаш ауылында өнер мектебіміз бар. Сол жерге мен 4 жасында алып бардым. Бұны өте кішкентай ғой деп, ол кісілер қызық көрді, бірақ қабылдады. Сонан біз 4 жасымыздан бастап өнер мектептен сабақ ала бастадық. 4 жасында қабылданды сонда. Қабылданғанда қызық көрді олар. Өйткені бұл үлкен адамның даусын салып өлең айтты 4 жасында. Ең алғаш қандай ән айтты? Ең алғаш әні бұның мама деген ән. Мама деген әні болды. Мен қарап отырсам, сол өлеңді өте мәтінін келтіріп айтты ғой сол уақытта. Мен соған таң қалып, содан мен жаймен апара бердім. Енді күнделікті сабаққа бармаймыз, арасында барып жүріп, сол мектепте 4 жыл оқыдық қой. Сол мектептен Сонда 4 жасқа тілі барлығы таза болды? Жоқ, тілі таза емес. 4 жасында тілі жетпейді. Бірақ мына музыка жағы күшті жетеді. Например, мама дейтін болса, мама деп ар жағын созады да, әдейі болып. Сол жағынан олар таң қалатын. Сонан кейін мен жаймен үйрене берсін деп апара бердім мектепке. Ал Мирас, сен өзіңнің өнерге деген қызығушылығың неден басталды? Өнерге деген қызығушылығым негізі сол туылғаннан ғой деймін. Алда өлең айтып жүретін, мама сезіп. Сонда Құдайдан берді деп ойлайсың ба? Құдайдан берді деп ойлайсың ба? Әлде өзім жасап алдым деп ойлайсың ба? Құдай берді ғой. Алланың берген таланты ғой. Керемет. Сол кім кескен ғой шын берген? Тайшыда ғой? Бұның өнері сонан жаймен басталып, сол өнер мектепте 4 жыл оқыдық. 4 жыл оқығаннан кейін мен ойладым, қой бұл баланы бұндай төменгі сат емес, кішкене жоғарылатайын деп, деңгейін көтерейін деп, мен Алматы қаласына келдім. Күнделікті мектеп іздеймін, күнделікті баламды қолынан ұстап аламын да, ана мектепке барам, мына мектепке барам, бірақ тұрақталып бір мектепке барған жоқпын. Әр вокалистерге барып жүрдік, бірақ барған жеріміз таң қалады. Барлығы таң қалып жүрді. Талантын көреді де таң қалып жүрді. Солай өнерін шыңдап жүрдім. Қазіргі уақытта ән жазатын студиялар бар ғой, солар күледі ғой, қазір көрсе. Мирас, сен сақал кезіңнен бастап жазушы едің ғой, сен бізді ұмытып кетпе деді. Сонда олар 4 жасынан бастап енді мен апарып жатырмын ғой, тілі келмесе де. Содан таниды, қазір күледі, сен бізді ұмытып кетпе. Біз сені сақал кезіңнен танимыз деп, енді сол уақытта тілі енді шықпаған кез ғой. Мирас, сен өзіңнің ең алғаш сахнаға шыққан сәтің есіңде ме? Қандай эмоцияларың болды? Мен
бірінші сахнаға шыққан кезде өте қобалжу басталды. Сенен бірінші шықтым ғой, қатты қобалжыдым, аяқ қолым дірілдеп тұр. Сосын барып бірақ жақсы айтып шықтым. Қандай ән айттың? Қазақстан туралы айттым. Ол ән есіңде ма? Алғашқы қалай ұмытасың? Неше жасыңда шықтың алғашқы? Мен қазақпын ғой. Мен қазақпын, ойым қазақ, әні қазақ дейді. Қуандық Рахымның әнін айттық. Мен қазақпын деген әнін айттық. Ол конкурсқа қатыстыңыздар ма? Қатыстым. Ең алғаш. Біз көбіне конкурста жүрдік. Біз сахнаға көп шықпадық. Конкурсіне әнші болып жүрдік. Сосын барып екінші мен білемін конкурсын. Жамайкадан Иә, сонан кейін Жамайка әнімен шықтық. Оның барлығы қай қалаларда болды? Алматы қаласында ма? Бәрі Алматы қаласында. Алматы қаласында болды. Біздер енді осы Алматы қаласындағы өнер мектептің барлығын білемін десем болады. Ал осы Қарақат мектеп студиясына қалай келдіңіздер? Біз Мирасты уже өнер мектепке қай жаққа салам деп іздеп жүргенінде Қарақат мектеп студиясы ашылды деп Инстаграмнан реклама шықты. Сол уақытта Мирасқа айтамын, Мирас, Қарақат апайдың мектебі ашылды, сені сол жерге апарамын деймін да. Неге десем, біздің Мирас Қарақат апайының әндерін айтты ғой. Всегда соның репертуарында, Мирастың репертуарында Қарақат апайының әндері бар. Жақсы адамдарым. Сол кезде мен өзім ойлайтынмын, Мирасқа сол Қарақат апайының әндері келеді деп ше, өйткені дауысы сондай ашық болатын да. Енді қазір айтсам, көп әні Қарақат апайдікі. Одан кейін бар ғой, бір сөйлескенімізде сіз де айтқансыз, Қарақат апаймен не жағымен де кішкене ұқсайтын секілдіміз, қыздардың отбасында, қыздардың да сондай бір ұқсастығы бар деп. Біздің өзіміздің отбасымызда анамыз 6 қыз дүниеге әкелген ғой. Сол қыздардың көбісінің іс-қимылдарымыз сол Қарақат ханымға ұқсайды екенбіз. Көбіміз ұқсаймыз. Сосын Қарақат ханымның әпкесі бар ғой, Қымбат апай. Оған менің үлкен сестрам ұқсайды. Онан кейінгі сіңілім Қарақатқа ұқсайды. Сондай біздің қыздар сол кісінің семьясына ұқсаймыз. Сонан кейін біз өзіміздің болмысымызда кейбір жерлеріміз келіп қалады. Мен де оны көп байқаймын. Көп адам қазақи киімдер киіп тойға баратын болса, сендер Қарақаттың туысқандары емессіңдер ме деп сұрайтын адамдар бар. Енді біз қазір кішкене жасымыз келіп, кішкене енді қарай алмай қалып отырған шығармыз. Ал былай шын кірісіп қарайтын болсақ, онда Қарақат апай ханымға ұқсап шығамыз. Яғни сонымен сіздер рекламадан көріп қалдыңыздар, одан кейін Мирас бірден келісті ма? Жақсы барайын деген сияқты. Мирас ол кезде келіспейтін, онда ешқандай не жоқ. Өйткені ол менің айтқаныммен жүрді, кішкентай ғой. Мирас анда барамыз, Мирас мында барамыз дейміз. Сонан адресін біліп алдық, сосын осы мектепке келдік. Келсек, сыртта қабылдаушы апай отыр екен. Жанерке апай. Сіздер ертең келіңіздер деді. Қобалжып бара жатырмыз, ертең кел деп жатыр. Мирас, ертең біз дайындалып баруымыз керек деп. Сосын ертесіне іріктеу тыңдалым болады екен. Біз келдік, Мирас екеуміз келсек, Мирасты жақсы қарсы алды. Біздің Мұқаш Әділет ағайымыз алдымыздан шықты. Мен бұл кісіні директор деп ойлаған жоқпын. Сондай қарапайым алдымыздан шықты да, кіріңіздер деп бізді қабылдап алды. Мирас кіріп кетті. Бір кезде Мирас өлеңін айтып шықты. Шыққан кезде Мирас қуанып шықты. Мен өзім де Мирасты сырттан дауысын естіп отырмын. Ол біздің Мирас өлең айтқанда мектепте дауыс шығады ғой. Мирас айтып шықты. Жақсы, бір кезде Әділет ағай, сіздің балаңыз ба деді. Я, мен балам деп едім. Біздің мектепке қабылданады деді. Қатты қуанып кеттім. Енді оған дейін біз мектептерге барып жатырмыз. Барамыз, көңілімізден шықпайды, қайтамыз. Біреу ұзақ жерде болып қалады, біреуі бізге ыңғайы келмей жүрді. Осы Қарақат мектебіне келгелі мен бағы жанды баламның десем болады. Мен кәдімгідей Мирастың жол ашылды. Осы мектепке келгелі. Мирас осы мектептің табалдырығынан аттады. Мирасымның уже өнерге деген мүмкіндігінің бәрі ашылды десем болады. Деңгейі, бізді қабылдап алған сол уақыттағы вокалист ағайларымыз болды. Онан кейін
осы мектептің ішіндегі қандай топ бар, бәріне қатысып бізге ұнады ғой. Қазір Мирас, сен сол тыңдалым кезінде қандай ән айтқаның есіңде ғой, Иә. Қай ән айттың? Maybe Иә, ол Мирастың ой тұмарына айналған әндердің бірі деуге болады. Оны барлық жерде тыңдап көрген боларсыздар. Ресейдің үлкен сахнасында да, Ресей жұлдыздарын да таңғалдырған әндердің бірі болды. Енді ол сенің бой тұмарың айналды, ол сенің талисманың деп айтуға болады ол әнді. Енді біз бұл подкасттың алғашқы қонағысыздар. Жақсылыққа балап, сол әнді кішкене шырқап берсең, тұсаукесер ретінде. Иә, әрине болады. Дұршыматын Иә. Maybe I, maybe you, making change to the world, reaching out for a soul, this kind of lost and the dark. Maybe I, maybe you, find the key to this dust, to get you bury the hope, send one hopeless heart. You look up to the sky, feel the squishes and white. All you need is to hear the voice of your heart. Enough trouble and pain, someone's calling your name. Why not we make it true? Maybe I, maybe you. Maybe I, maybe you. Maybe I, maybe you. Бұл әнді неліктен сұрадым? Себебі сіздердің ең алғаш тыңдалымға келгендеріңіз есімде. Сол кезде Мирас ән шырқаған кезде ерекше бір сезім пайда болған, андай мурашки кетеді дейді ғой денеге. Сондай мурашки кетіп, мына баланың мамасы қайда екен деп жан-жақтан іздеп, мына баланы мен алып қалуым керек. Бұл бала мектепте оқуы керек деп жанталасып сізді іздегенім бар. Одан кейін сізбен жеке сөйлесіп, бізге келіңіздер, таңдаңыздар деп. Мен енді осы жерде бір айтайыншы, менің Мирасымның өнерін бағалаған мектеп осы мектеп болды. Неге десеңіздер, мен қанша мектепке барамын ғой, барамын, Мирасқа осындай тыңдалым жасатамын. Сол уақытта менің баламның өнерін емес, первый очередь ақшасын айтады. Барған мектепте осындай ақша. Сол уақытта мен резко көңілім түсіп қалады. Ол жерде өнерді бағалайтын бұл мектеп емес деймін де, жарай келеміз деп Мирас екеуміз қайтып кетеміз. Обратно бармаймыз. Өйткені ол жер өнерді бағалайды. Қатты білейін. Ал біз машинаға мінеміз, келгеннен кейін осы бала біздікі деді. Резко мен уже ойландым. Жоқ, Мирас, бұл сенің бағың шығар. Саған осы бір бұйырып тұрған мектеп осы жер шығар дедім де, Мирасымды осы жерге бердім. Бергеннен кейін сөйлеу барысымызда Әділет ағаймен біздің өнерімізді бағалады да, бізге айтты, сіздер ешқандай ақша төлемейсіздер біздің мектепке. Біздің мектебіміз өнерді бағалайтын мектеп. Біз сіздердің өнерлеріңізді бағалаймыз. Мирас мынандай өнерменен ешқандай ақша төлемейді деп. Мен мұны енді айтайыншы, қуанышым көпке жетті ғой. Ол жерде ақша емес, менің баламның өнерін бағалағанына, көргеніне, түсінгеніне. Мен ол жерде ақша керек болса, ол ақшаны табасың ғой. Осы уақытқа дейін, сол уақытқа дейін тауып баланы алып келе жатырмын ғой. Бірақ өнерін бағалаған кезде мен енді мына қоярға жер таппадым ғой, мына қуанғанына. Мен айтайын ба, мықты деген мектептерге бардым. Баланың өнерін осы мектеп бағалайды деп барғанда жоқ деген көп мұғалімдер болды. Солар енді мені естіп отырса ұялатын шығар, қазір Мирасты көрсе деп не ойлаймын. Өйткені біз қанша мұғалімнің алдына бардық қой. Мен енді бұл жерде
Қарақат ханымға рахмет айтамын, Қыдырәлі мырзаға рахметімді айтамын. Неге десеңіздер, баланы бала деп қарап жатқан жоқ, үлкен адам құсатып, мына өнеріңді былай дамыту керек, былай дамыту керек деп мирасты кәдімгі қолдағанын көргенде мен шыны керек қазір бақытты ана болып жүрмін. Өйткені мен баламды ертіп алып неше жыл келе жатырмын ғой өнерде. Бірақ менің баламды ешқандай жер өнер бағалаған жоқ. Шыны керек, міне қазір мен сұхбат беріп отырмын ғой. Мен қашанда айтып жүргенмін, бір күні келіп сұхбат беремін осы рахметімді айтамын. Өйткені мирасымның өнерін бағалаған мектеп. Мен басым деймін, бұл өтірік нәрсе емес, өйткені бұл өмірде болып жатқан, дәлелденіп жатқан нәрсе. Мен Қарақат мектеп студиясына осындай мектепті ашылғанына мен 1000 алғыс айтамын. Осы Алла бұйырса алдымызда 15 жылдық концертіміз болайын деп жатыр. Мен қазір мақтанып жүріп, біз концерт берейін деп жатырмыз деп қуанып, өзімнің мектебім сияқты айтып жүрмін да. Осындай баламды көтермелеп, Мирас, сен айта аласың, сен мықтысың деп қолдаудың бәрін көрсетіп келе жатқан мен Әділет мырзаға рахметім шексіз. Мен ойлаймын, Мирасым үлкен болып, жігіт болып өскен жағдайда бұл құрметті ұмытпайды деп ойлаймын. Өйткені Мирасым да біледі, мама екінші ана мектепке бармайықшы, қойш ол жерге өйтпейікші деп. Ал осы мектеп біздің бір демалатын жеріміз болды ғой. Қаншама таныстық тапты, дос тапты. Осы мектепке келеміз, қайтпаймыз, осы жерде жүреміз. Күндіз түні жүреміз, қайтқымыз келмейді. Өйткені неге? Өйткені жақсы адамдар күтіп тұр да бізді. Менің балам бұл жерден жақсы нәрсе үйреніп жатыр. Мен өте қуаныштымын. Енді мен кейде ойлайтынмын, түн ұйықтап жатсам да, мен баламды бір жақсы адамдар күтіп тұрса екен алдынан. Жақсы мектепке берсем екен деп армандайтынмын. Менің арманым орындалды. Қарақат мектебіне келіп, менің арманым орындалып, міне менің Мирасым қазір үлкен жетістікке жетті. Шыны керек қой, Әділет. Мен жаңа сіз айтып отырсыз ғой, тыңдамында Мирасты қалай тыңдаған кезде мурашки кетті, солай сияқты менде де мурашки кетіп жатыр да. Еске алып жатсыздар. Еске алып жатыр. Одан кейін адам андай өзіне рахмет айтып жатқан кезде, шынайы жүректен шығып жатқан сөздерін айтып жатқан кезде мүлдем басқаша сезім болады ғой. Шынайылық сезім. Бір сондай расымен де осылай болды ма, расымен де осылай бағалай алдым ба деген секілді ойлар кетеді да. Бағаланды деп. Бірақ себебі мен Мирасты ең алғаш мектепке келген кезде біз бәріміз қорқақтағанбыз. Расын айту керек та. Тарта аламыз ба? Бұндай баланы тарта аламыз ба? Бұндай баланы біз деңгейін өшіріп алмай, керісінше көтере аламыз ба деген секілді ойлар болған. Андай енді көп ата-аналар да біледі ғой, основной вниманияның барлығын Мирасқа беріп жіберетінмін. Әлі де солай ғой. Но қазір сіз айтып жатқан кезде, тарта алған екенбіз, ол деңгейден өткен екенбіз, бір шыңға жетуіне біздің мектептің де, біздің де септігіміз болған екен деген сондай ой келіп отыр да. Сондықтан да денеме автоматты түрде мурашка жүріп кетті. Осы жерде Мирастың деңгейін өсіруіне де оның бір үлкен себебі ұстазы. Сіз жаңа айтып өттіңіз, қаншама ұстаздың алдынан өтті, көрдік, мектепті көрдік деген сияқты. Енді осы біздің Қарақат мектебінде Мирастың ұстазы Әділ Ахметжанов. Ол кісімен алғашқы таныстықтарыңыз қалай болды? Мирастың айта алмаз десеңізші. Қаншама мұғалімдерді көргеніңіз? Біздер, как раз сондай вокалистердің алдынан көп өттік қой. Көп өттік, вокалдың сабағын мен жақсы білем. Мен өз басым негізі әншімін. Мен әншімін, бірақ шықпаған әншімін. Менің әншілік өнерім менің балама дарыған деп ойлаймын. Өйткені мен Мадина Ералиеваға пародия жасайтынмын. Өмірі. Мен кішкентай кезімде. Мен әнді айтқанда
біздің заманымызда қиын заман болды ғой, сол уақытта Ямахамен біз тойда өлең айтып ақша табатынбыз ғой, енді ауылдың қыздарымыз. Сонда мен ойлайтынмын, кішкентаймын ғой, ертең балам болса мен бүйтіп жүргізбеймін, баламды әнші қыламын деп сөйтіп ойлайтынмын да. Енді біздің уақытымызда заман қиын ғой, сондай заманда өстік. Бірақ менің балам өнерін байқаған кезде сол күннен бастап мен уже дайындық бастап кеттім. Өйткені мен өзім шыға алмай қалдым. Сонан кейін мен вокал сабағын жақсы түсіндім. Өзім вокалда сабақ алған жоқпын, бірақ мен уже өзім түсініп тұрамын. Мұғалімнің жағдайын жақсы түсініп тұрамын. Осы уақытқа дейін бардық, мықты ұстаздарға бардық. Онан кейін біз осы мектепке келгенде, Әділ ағайымызды көргенде, ол кісінің баламен жұмыс жасауын көргенде, Мирас болды деген. Осы кісі біздің мұғалім. Өте мықты, оны мойындау керек. Балаға кішкентай бір музыкасының арасына бір тәттілеп бірдеңені қосып жібереді, соның өзі күшті нәрсені алып шығады ғой. Мен өзім Мирасты тани білгенге қуанамын. Әділ ағай Мирасты таниды. Мирасқа мынау дұрыс емес дейді. Сосын мен келем, менің ойымнан шығып тұрады, ол кісінің айтқан. Мына жерін бүйтіп жіберсеңші, мен де келіп ол кісіге айтам, айтқан кезде ол кісі де мені құптап атады, енді анасы ғой деп. Өте мықты ұстаз. Балаға подходтап алады, өте баламен жұмыс істей алады. Ал Мирас, Әділ ағайдың сабақтағы қандай бір белгілі бір әдістері саған қатты әсер еткен, немесе ол кісінің бойындағы бір харизмасын өзіңе алдың ба, немесе мен үйрендім деген сияқты толық айтып өтсек. Негізі біздің ағай бар ғой, әр өлеңге негізі просто өлеңдер болады, соны біздің ағай бір фишкаларды қосады, соны әдемі қылады, деталь. Мысалы, айта кетсем, бір белгілі бір әнді айтып жатырсың да, көп айтатын әндердің бірін айтайық, соны сабақта былай да айттық, ал Әділ ағай оны қалай өзгертіп берді саған, қалай сенің әнің қылып берді оны? Негізі Maybe мен деген 3 жыл бұрын айттым. 3 жыл бұрын айтқанмын, сол кезде Скорпионс қалай айтты, солай қалай айтқан болатын. Енді сосын Әділ ағай келген соң көп фишка қосты. Яғни клише, онда тағы минимализм, еще тағы жоғарғы ноталарды көтеріп беретін. Орындап айтып көрсетсең де болады. Мысалы, разница болды, қазір барлығы деген сияқты. Анау фишкасы ғой Мирастың. Мэйбиайда хрипті қосты, одан кейін анау айғайлайтын жері бар ғой, былай қарай микрофонды алып алып. Вот сол жеріне келген кез тыңдап келе жатасың да, Ресейге барған кезде айтып отырмын да. Тыңдап отыр да, жаңағы стойкамен айтып тұр. Одан кейін жаңағы микрофонда жұлып алады да. Анау деп айғайлайтын жері бар ғой, енді оны мен сала алмаймын. Бәрі жюри сразу резко бүйтіп басын бұрып қарады да, вот казахи деді сол кезде. Неге мен бұл сұрақ қойып отырмын? Өйткені шынымен де, егер де Мэйбиайды айтқаннан Әділ ағайға келген дейінгі айтқан варианты мен қазіргі вариантын тыңдасаң, өзі былай көрген кезде де көрініп тұр оның айырмашылықтары. Соның тағы да басқа да әндері бар ғой. Және солда Әділ ағай саған қалай жеткізе алады, қандай сөздерімен әсер етеді? Әділ ағай бүйтіп айтады. Сен өзің тұлғасың. Сен өзгеше айту керексің. Сен оны қайталама деп айтады. Еліктеме. Сен саған біреу еліктесін. Сен өзгеше болып айт дейді. Маған сол жерін айтты. Көрсеңіз, Мэйбиай кәдімгі 100%-ке өзгерілді ғой. Сонымен біз көп жерде шықтық. Сен ұқсама деп айтады. Сен ол адамға ұқсама, сен өзің өлеңін ал, бірақ басқаша айт. Өзіңше айт. Керемет. Керемет жері бар ғой, Мирас сен айтсаң болады ғой. Айтып берсем. Айта берейін ба? Мэйбиайды басында тыңдадық қой енді. Сен анау әнді, мысалға қобыз әнді де сенің жаныңа жақын әндердің бірі деп білем да. Сенің ана қобыздағы ең басталған кездегі бастауы, ол мүлдем басқаша бір басқа әлемге әкетіп бара жатқандай сезілетін. Сол жерді, сол шумақты бәлкім айтып берерсің, басын.
білмейді, Мирас деген ағылшынша ән айтады, мынанды қалай айтамыз деп мен айтқанмын, көресіз ғой деді. Сонан мен жол жүріп кеткен едім, бір қарасам Мирас Бозторғайда осы өлеңді айтып тұр. Күшті айтты ғой ана жерде. Сол кезде қалай мойындамайсың әділдің? Екі сабақты шығарып тұр. Сол кезде. Айтпақшы бұл ән 2-ақ сабақта Соны айтам ғой. шыққан ән. Еще мен Әділге звонить етіп жатырмын. Әділ, айтқызбай-ақ қойыңыз. Анау шикі деп. Шикі, ол жанына әлі жатқан жоқ. Айтқызбай-ақ қой әзір. Десем, мен кетіп қалғам жол жүріп, бір қарасам, балам айтып тұр. Ұстазы біледі ғой. Сол кезде мен Әділді мойындадым. Қалай мойындамайсың? Уже айтқызып шықты. Оған дейін бұл жаңа қазақи әндерді айтпаған. Қазақи. Енді той әндерін, жеңіл әндерді айтатын да. Енді қазіргі уақытта мүлдем басқа әнді Шекара үйреніп жоқ, ешқандай. Мүлдем басқаша ән. Ол біздің Қазақстанның намысын қаншама мемлекеттің алдында паш ететін өте ірі байқаулардың бірі. Ол жалғыз мектептің намысы емес. Ол жерде қазақтың мәдениеті, қазақтың өнері паш етілетін орта байқау. Ол Славян базары 2025. Қазақстанның атынан балалар арасындағы байқауда өз өнерін көрсететін болады. Енді ол жерде жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, мүлдем басқа жаққа қарай кеттік деп. Енді сол әнге деген дайындық қалай? Ол әнді берген кездегі сенің сезімің қандай болды? Жалпы Славян базарына сенің дайындығың қай деңгейде өтіп жатыр? Жақсы деңгейде. 2 өлең жаттап жатырмын. Біріншісі ол мультиктен саундтрек. Яғни Қай мультиктен? Қошқардың текедегі Ақтамбердің жыры. Және славянский хит бізде Есаул Казмановтың өлеңі. Енді ол әнді алғаш тыңдаған кезде және ол әнді алған кездегі сенің сезімің қандай болды? Мен Ақтамбердіні тыңдаған кезде Бекболат ағайды тыңдадым. Өте қиын деп ойладым. Сосын барып маған ағай жеңіл жолдарын және басқаша жолдарын көрсетті. Маған өте ұнады. Және қазір дайындап жатырмын. Өзіңнің стиліңе. Өзімнің стиліме дұрыс дайындап жатырмын. Ал славян тіліндегі әнші Есаул. Ол басынан ұнады. Тіл жағынан қиындық жоқ па? Тіл жағынан кішкене бар. Жаңа стиль деп айтып кеттік қой. Негізі Мирастың сахнаға шыққандағы стильдері ерекше. Оның көбіне мен байқаймын, көбіне стиліне әңгіме айтып жатады да. Әрине стиль десек, Мирастың қолдаушысы ретінде ол стилін сіз жасап бересіз, иә? Қалай ойлап табасыз деген сияқты. Мен Мирасты өмірге әкелгеннен бастап солай киіндірдім. 4 жасынан бастап әнге баратын болса, 4 жасынан бастап Мирасты мен сондай шарпты мойнына тағып, көзіне әшкей кигізіп, білмеймін. Бір қасымда Мирас мен үшін бір қымбат жан. Осыны киіндіріп аламын. Бар нем осы жөндейтінім, киіндіретінім. Өйткені менің 3 қызым бар. Ол қыздарым қазір үлкейіп кетті. Сонан кейін Алладан сұрап алған бір ұлым осы. Осы өмірге келген кезде мен үшін ол бір қуаныш, бақыт қой. Осыны қайтып өсірем, қайтып қасымда алып жүрем, ол менің арманым болды. Аралары неше жас? 3 жастан, 4 жарым жас. 4 жастан балаларымның арасы. Ең кішкентайым осы Мирасым. Менің қыздарым да үйреніп кеткен, бір жерге барасам, мама, міне Мирасқа, мама Мирасқа. Қыздарым өздері таңдап жүреді, біз бәріміз қыздар болып Мирасқа киім таңдап жүреміз. Барған жерде Мирастың киімді міне түрі киген деп. Енді барынша Мирасқа жарасатын киімдер таңдауға тырысам. Бір өзгеше болып жүрген қалай Мираста. Енді өнер жолында жүрген бала, ол мен ойлаймын өте стильмен жүру керек сияқты маған.
өйткені ол жай қарамау керек сияқты өнер жолын. Иә, сахна жол, сахнаға шыққанда да балаларды киіндіріп, әдемі ана халықтың көзі түсетіндей болу керек қой. Иә. Мен кейде түсінемін, кейбір ата-аналар болады, балаларын алып келеді, сахнаға шығарып жатады, бірақ әндері әдемі де, бірақ халықты тартпай жатады, киім жағынан тартпай жатады да. Мен соларды көрген кезде мына мамасы көрмеді ме екен деп сөйтіп ойлап қалдым. Бірақ енді ол әр адамның өзінің енді болмысы, жаратылыстары ғой. Бірақ мен барынша киімге бөлдім и даусына да көңіл бөлдім. Киімі мен даусы сәйкес болу керек. Иә, негізінде бірінші кезекте баланың сахнаға қалай шығуы және сахналық образы ғой. Мысалға бүйтіп тұрып айтып, бірақ дауысы керемет болатын болса, ол бала көрінбей қалады. Көп жерде ол бар. Киіммен жарқырап шығып, даусымен де таңғалдырып жатса, ол мүлдем басқаша. Мираста ол бар, расымен де. Шыққаннан бастап, харизмасында болса, образдық, жаңағы анасы жасап берген образдық киімді ойната білуде өнер. Үстіне қанша жылтыратсаң да оны көрсете алмайтын бала бар. Харизмасымен алып шығасыз. Енді Мирас саған сұрақ, сен қазір вокалдан басқа да сабақтарға қатысасың. Иә. Қандай біліміңді арттырып жүрсің вокалдан бөлек? Вокалдан бөлек дзюдоға қатысамын, өзім спорттық нем бар өзім. Және домбыраға қатысамын, актерский шеберлікке қатысамын, және фортепианоға қатысамын. Бірақ оларды әзірше тоқтата тұрдым. Базарға уақытымды бөліп жүрмін. Дұрыс. Енді домбыраға қызығушылығың қалай басталды? Менің білуімше ол Турцияға конкурс барғаннан басталды. Соны қалай, не әсер етті саған? Кім әсер етті немесе? Негізі басында мамам маған домбыра алып берген. Сосын барып мені алып баратын үйірмелерге дым тартылмайтын. Сосын барып 1-2 жыл өтті. Турцияға бардық қой бірге барлығымыз. Сосын барып балалар барлық тартып жатыр. Қызығушылығым не болып кетті да тартқым келіп кетті. Балалар ертұран бері деді ол берді. Кім үйретті бірінші? Інжу үйретті маған. Інжу? Інжу. Нұролай Інжу. Содан? Содан Баха екеуміз бірге бастадық. Бақытжан. Екеуміз ертұран тартып жарысып жатырмыз. Содан басталды ғой. Қазақстанға келдің де сразу Ілиясаға қатысып кеттім. Ілияс ағайдың жалпы үйрене алдың ба? Үйрете алды ма? Үйрене алдым, үйрете алды. Қанша күй білесің қазір? Сын айтын болсам, мен қазір попури үйреніп отырмын. Адайды бітірдім. Қанша күй болды сен? Қазір. Жалпы. Мысал ретінде айта бермін, шамамен білетін күйім осы. Шамамен ба? Мақта дегендерді айтайын. Жақсы деген. Ерке сұлтынды білем, Көроғылыны білем, Адайды білем. Адай, попури дейін Попури үйреніп үйренем. Алаша Алашаманатын білем, ертұран білем. Керемет. Ал енді осы мектептегі достарың, жолдастарың жайлы, конкурстағы қызықтар, өзара ішкі қарым-қатынастар туралы айта кетсең, қандай қызығушылықтарың бар? Осы Қарағатқа келген кезде менде дұрыс дос болмайтын. Турцияға барғымыз келді. Турцияға барған соң менде көп пайда болды. Көп пайда бола бастады. Расымен де Мирастың ең ашылған сәті өзін толық көрсете алған сәті ол Турциядан басталды. Турцияда уже етене араласады. Иә, ортасында таба бастады. И өзін 100%-ға көрсете бастады десе болады. Енді жаңа Мирастың мамасына сұрақ қойғым келіп тұр да. Жаңа сіз өзіңіз айттыңыз ғой, мен негізі әншімін дедіңіз. Мама, әнші. Мен Мадина Ералиеваға пародия салатынмын дедіңіз. Оны енді ешкім білмейді ғой. Соны қазір кішкене бір ән айтып берсеңіз, немесе Мадина Ералиеваға. Біз енді уже ол уақыттан өтіп кеткеніме 25 жыл болды. Мен тұрмысқа шыққалы, мен әнді қойдым. Ол ұмытылмайды. Ұмытылмайды ол. Ал бір шумақ жарайды, бір қазақтың, әудемейтін қазақ жоқ қой, бір ән айтып беріңіз. Ерекше. Қай әнді айтсақ болады екен? Қай ән сізге ең жақын жүрегіңізге сол әнді?
білмейді бізге. Қазіргі уақытта мен мирастың әндерін білемін, мирастың әндерін. қазір қобызды деп ашып қалып тұрсаңыз таң қалмаймын. Қазір соңына дейін айтып беремін қазір. сізге мирастың орындауындағы ең қатты ұнайтын әніңіз қандай? Менің мирастың орындайтын әндерінің ішіндегі ең ұнайтыны, енді көпшілікке қазір танымал болған, ол Небия әні ғой. Енді сол өзінің ол әнді, если басқа бала айтатын болса, оны жеткізе алмауы мүмкін. Бізде мирастың харизмасы ғой, алып кетеді. Харизмамен бұл сахнада. Кеше біреу айтты, бір мұғалім айтқан, мирас өлең айтқанда сізге қарап тұрады екен деп. Иә, маған қарап тұрады. Неге? Өйткені мен если мирасқа қарап бүйтетін болсам, мирас онан сайын шабыттанып айтады да. Мен қуансам, мирас кәдімгі жанып айтады. Білем, кейде бір ұнамай қалған жерлер болады ғой. Мирас, не істедің деп бүйтсем, уже шошып кетіп, қайттан жөндеуге тырысады да. Кейде болады ғой, бір сахна ашпай қалатын сахналар болады. Ол кейде бір сахнаға шығамыз, ашпай, айта алмай қалатын сахналар болады. Сол уақытта мен бала мирас айтады, мама айта алмадым сол жерде деп ше. Сол кезде менің де настроением болмай қалады ғой. Мама өкпелемеші енді, мен сол жерде солай болды ғой деп сөйтіп айтады. Сол кезде енді мен мирастың енді бүйтіп біздің жылдап жүрмеймін ғой, енді уже өзі де өсіп келе жатыр. Қазіргі уақытта байқасаңыздар өзі кететін болып жатыр. Бір кездерде өзім жүретін едім ғой өзімде. Мен мирасқа негізі жақсы сенемін. Өте ақылды ғой. Енді сіз қолдаушысыз, сіз демеушісіз. Ал әкесі мирастың өнерін қалай бағалайды? Біздің папамыз жолдасым, мирастың әкесі өнерді бағалайды, өте қатты бағалайды. Мирас, сен мына әнді айтпа, сен мына әнді айт деп үйде айтып отырады да. Сосын мирастың айтқанын көріп қуанып отырады. Если папасы құптамаса, бұл өнер шықпайды дейді. Біздің папа деген Алла Пугачеваны Димаштан Қатты тыңдайды. Мына машинаға мінеміз, сол кісілердің музыкасын қойып қояды. Мирас, балам, осы саған келетін сияқты, мирас мынау келетін сияқты деп айтып отырады. Жалпы сонда отбасыларыңызбен өнерге жақынсыздар. Бізде былай үйге келеміз, дастархан жасаймыз, мирастың өнерін тамашалаймыз. Концерт. Иә, концерт, музыкасын қосамыз, папасы көреді де, ұнамаса неге тұрсын дейді. Ұнаса балам пісіру керек екен деп қояды. Енді бізде уже үйрендік қой. Иә, уже неше жыл болды. Қазір жасы 13-те болатын болса, 12 жыл болды ма? Иә, күнде дайындық қой. Әділ ағай осы жерден дайындап жібере ма, мен үйге келіп дайындаймын. Өйткені мен кейде ойлаймын, кейбір ата-аналар конкурсқа баласын шығарады да, менің балам орын алмады деп өкпелеп барады. Міне осыны сізге осы жай толығырақ айтыңызшы деген сұрақ қояйын дегем. Мен ренжимін, ол бала үйінде дайындалды ма? Иә? Ол баланың дайындығын біле ма ата-ана? Иә? Мен баламның ертең конкурста орын алатын мен үйде біліп отырамын. Өйткені мен үйде дайындадым, ағайының дайындығы бар. Онан келгеннен кейін сен анасың ғой. Ол баланың сахнада тұру, харизмасын бәрін өзім үйретемін. Иә. Балам, сен мына жерде бүйт, кішкене аяғыңды шығарыңқырап тұр, плашыңды кішкене ашыңқырап тұр деп, бәрін көрсетемін мен. Негізі ана түсініп тұрады ғой өз баласын деп ойлаймын. Ал оны мұғалім қалай түсінеді? Ол вокалды үйретіп жіберді. Ол жауап береді, ана жерде айтып, вокалды дұрыс айтып шықты ма? Болды. Оның тұрысы, оның жүрісі, бәріне мен ойлаймын ата-ана үйден қарағылайды. Ал ұтып қалған ата-аналардың мамалары вокалисткеге ренжіп тұрады. Менің балам ұтпады. Жаңағыдай ғой, сахнада тұр, қозғалмайды, вокалы күшті болып жатыр, бірақ харизма жоқ, движение жоқ. Сөйтеді де ол ана жюридің көңілінен шықпайды. Жюри сосын оған баға қоймайды ғой, дұрыс. Иә, дұрыс айтасыз. Өзі тек мұғалім ғана емес, мұғалім жауапкершілігін берді, білімін үйретті. Енді келесі жауапкершілік ата-ананың қолында. Демек, өзі мирастың сол биік деңгейге шығып жатқаны да ол әрине сіздердің қолдауларыңыздың арқасында. Сізге жұмыс жасауының арқасында. Кейде қызым артымнан видеоға түсіреді мені. Ана мирасқа үйретіп жатқанымды қызым видеоға түсіреді. Шошып кетемін ғой көрсем ше.
енді қатты дайындайды екенмін. Или сіз алғашқы ұстазысыз? Иә, мирас бүйт сөйт деп көрсетіп жатырмын да. Ана қыздарым мені мазақ қылып түсіреді да, мама сіз ертең осының бәрі сізге естелік қой деп та. Енді мазақ емес, енді мен балама ана өзім білмеймін ғой сыртымда не болып жатқанын. Сонда мен ана деген ол баласын өзі ғана түсінеді. Қайткенде әдемі болатынын. Мен, например, мирасқа не киім жарасатын мен ғана түсінемін. 1000 жерден стилист айта берсін. Мен оның бір жерін өзім жөндеуім мүмкін. Алып келгеннен кейін. Мен ғана балама жарасатын дүниені түсінемін. Например, мирасқа киімді тіге ма, мирасқа кең қол жараспайды. Жинақы қол жарасады. Соның бәрі мен көзім көріп тұрады. Стилистке де соны ескертемін. Мына жер осындай болу керек. Мына жер мындай болу керек. Көп ата-ана звондайды, мирасқа киімді қайдан алып жатсың деп. Мен мирасқа киімді шынына түскенде мальчиковый, мужской жақтар бар ғой жаңа киім. Ол жақтан киім таппайсың әдемі киімді. Үсті қыздікі болуы мүмкін. Асты сәйкестеп, сәйкестеп тігуі мүмкін. Мен айтамын, солай жасаймын. Если қолыңыздан келсе, солай жасаңыз деп айтамын. Иә. Енді жаңа мирасқа сұрақ қойдық қой, Славян базарына дайындығың қалай? Енді сол сұрақты сізге қойғым келіп тұр. Славян базарына дайындығыңыз қалай? Мен дайындығым қорқыныш бар, бірақ сенем, өйткені өлеңіміз ақтан берінің жырына сеніп отырмын. Өйткені мирастың жаңа сіз айтқандай харизмалары бар да, әдемі айтатын. Сол жерлеріне сеніп отырмын. Сосын ертең киетін образ жақсы шықса, сонымен әдемі алып шығады деп сенемін. Енді жаңағы Алик Казмановтың әні ғой, енді беріп тұрғанымыз. Ол да бір патриоттық ән ғой. Оны да алып шығамыз деп сеніп отырмын. Енді оның бәрі бір Алланың. Әрине бұйырса. Бір Аллаға сыйынып мирасымды жіберейін деп жатырмыз. Қолдаушылар көп. Мен өзім 1000 алғыс айтамын ғой. Осы Қарақат мектебіне, Қарақат ханымға, Қыдырәлі мырзаға мен алғысым шексіз. Бала деп қарап жатқан жоқ. Шыны керек. Иә, тұлға деп қарап, мен ойлайтын бұрын, мен бұл кісілердің қасына бара аламыз или бара алмаймыз. Мен ойыма келмепті, бірге жүрейік деген нәрсе. Қазір Қыдырәлі мырза мен Қарақат ханымның қасында балам оқығанда, мен мына көкке жетіп жатыр ғой, қуанышым. Бірақ мен бұл бір бақ деп ойлаймын. Балама беруге бақ. 1000 алғыс айтамын. Қарақат ханымға да, Қыдырәлі мырзаға да менің алғысым шексіз. Мен ойлаймын, менің баламның болмысы ұнады екен, өнерін сыйлап жатыр бір жағынан деп ойлаймын. Ертең Славян базарына барайын деп жатсың ба, бүйту керек, сөйту керек деп қолдау көрсетіп жатыр. 1000 алғыс айтамын. Енді бұл жерде бәріне келгенде осы мектептің басшымыз Әлет ағайымыз ғой. Осы мектепке уважаю деп отырмын. Мен алғыс айтамын. Алғыстан басқа. Өйткені, если мен кейде былай ойлаймын, өзі адам, нашар адам болатын болса, баланың да жолы болмайды. Мен ойлаймын, біздің Әлет ағайымыздың да жолы таза жол. Онан кейін менің баламның да жолы болып жатыр. Кейде менің өзімнің отбасым, менің семьям осындай жарыстармен жүрміз. Менің жолдасым да осындай күнделікті бәйгеде жүр. Балам да бәйгеде жүр. Қыздарым да бәйгеде жүр. Күнде бәйгеде жүрген адамдармыз. Сонда біз үйде отырып айтамыз, таза жүріңдер. Таза жүрсеңдер, сендерге кедергі. Адалынан болсын. Иә, адалынан болсын. Сосын мен де ойлаймын, ол тазалықтың артында оның қасындағы жүрген адамдарға ойлаймыз. Иә, ниетке байланысты бар. Ниетің тамам болса, жолы. Мен кейде ойлаймын, Аллаға 1000 шүкір. Әлет ағайымыздың да жолы ашық. Алып барған жерінде мирасымның орын алып келе жатады. 1000 алғыс айтамын. Шүкір деймін. Иә, Алла тағала осы мектепке тек бақ, береке беріп, балаларымыздың бәрі жақсы жағынан көрініп, осы Қарақат мектебінің атын шығарса екен деймін. Мен мирасымды тек осы жерде өсіргім келеді. Дұрыс, биікке де өсе береміз ғой, бірақ бұл біздің фундаментіміз ғой. Мирасымның бәріне жол салып берген фундамент. Иә, бұйырса. Ал енді Мирас саған сұрақ, болашақта қандай армандарың бар, қандай мақсаттарың бар, өзіңнің кішкене көздеген бір мақсаттарыңмен бөлісіп қойсаң. Қандай өзіңді 5 жыл өте қандай азамат көресің? Өзімді ма? Әлі кішкентай сезінемін өзімді. Шын?
бірақ ең бірінші арманым Димаш ағамызбен бірге үлкен аренада ойнайды. Бұйырса. Одан кейінгі сен жалпы өнер жолын әрі қарай жалғастырам, осы саламен кетем деген ойың бар ма, немесе мүлдем басқа салаға кеткің келе ме? Негізі мен бұл хобби ретінде санаймын. Мен Қазіргі айналысып жатқаның сонда сенің хобби жай ғана, иә? хобби. Ал Құдай мынандай хобби болатын болса, бәріміз хобби іздеп кетпейміз ба? ал хобби болса, демек сенің таңдап тұрған белгілі бір мамандығың бар, иә? Бар. Қандай мамандық? Кім болдың? Экономист болу керек. Экономист? Неліктен ол мамандық? Мүлдем бір түрлі арман ба? Неліктен ол мамандық? Білмеймін, жаныма жақын. Өзім физматты жақсы көремін. Математикадан. Математиканы қатты көремін. Прям қатты көремін. Біздің Мирас физика, математика, химия сабағын 5 пен оқиды. Дайындалмайды, мектепке барып 5 пен оқып келеді. 5 пен. Мұғалімдер мені көрсе, кәдімгі көшеде құшақтап алады. Мирас қалай алып жүр мынандай мамандықпен әнді? Иә, өнермен сабақтың жолын алып жүру өте қиын. Неге? Өйткені көп өнер жолына өте қатты бет бұрып кеткен адамдардың мектептегі сабақтары нашар Жоқ, болады. мен мектепке, мен Мирастың оқып жатқан мектебіне алғысым шексіз. Бізде қолдау күшті мектебімізде. Мирасқа қолдау күшті. Мирасымды қолдайды мектеп. Мектеп директоры Анар Абдешевна апайымыз бар. Өнер мектеп, Мирас шашын өсіргісі келе ма, өсірсін. Мирас қайда барады, жіберем. Бұндай өнермен мен мектепте ұстамаймын. Енді мен ондай қылып мектептің директоры сыйлап тұрғанда, ұстаздар сыйлап тұрғанда, бұны 5 пен оқуға мен талап етемін Мирасқа. Сені сыйлап тұрма, сен барып сабағыңды айтып беру керексің. Сонда қазір Мирас андай мектептегі балалармен деңгейін салыстыра алмаймын. Өйткені неге үйден кетіп бара жатады да, Мирас бүйтіп айтады. Мама, бүгін химияны тапсырып тастаймын, математиканы тапсырып тастаймын, и ана биологияны тапсырып 3 сабақты бітіріп қайтуым керек. Болмаса таңертең барып бітіріп келейін, мама, айтып келейін мұғалімге. Сонан кейін біз мектепте бізде ешқашан бір жерге концертке баратқан кездерде бізге сіздер бармайсыздар деп айтпайды. Барыңыздар, қалмаңыздар дейді. Мен өз басым риза боламын. Әйтеуір Мирасымның жүрген жерінде Жақсы адамдар. жақсы адамдар. Содан кейін біздің Қарақат апайымыздың жақсы адамдар әнін айтып жүрміз. Ал осы жолда жүріп жатсыздар ғой, қаншама жылдан бері ең қиын сәт қайсысы болды сіздер үшін? Мирас па да, сіз үшін де? Менде қиын сәттер болды. Неге? Өйткені мен мықты вокалист таппадым. Жаныма жақын вокалист таппадым. Неге десеңіз, бір вокалист болады, олар сырт елге шықпаған. Сырт елге шықпаған, тек осы Қазақстанда үйретіп қана қояды, сырт елдің менталитетін білмейді. Барған кезде бала қалай шығу керегін білмейтін вокалисттер болды. Сол кезде мен қатты қиналдым. Өйткені балам конкурстарға барғанда ұтады, мен ол сыртқа шығуым керек шетелге. Менде ары қарай алып кететін, дамытатын вокалисттер болған жоқ та. Сол үшін мен уже көп іздендім ғой. Сөйтіп қазір Әділ ағайға келдім. Мен Ол мәселе шешілді. шешілді. Әділ ағай өзі шешеді, ана жаққа барғанда не істейтінін, не қоятынын бәрін шешеді. Мен қазір жеңілмін. Мен өйткені Мирасқа жол салып бердім деп ойлаймын. Жақсы жерге апарып, Мирасты орналастырдым деп ойлаймын. Мирас, сен қай мемлекеттерге бардың? Менің өзім Россияға, Сочиға бардым, Турцияға бардым, Москваға бардым, Дубайға бардым. Стамбул бардым санаулы да? Иә. Стамбул, Ташкент, Финики. Біраз жерді көріп тастаған. Ойнамын. Мен ойлаймын, оның бәрі сіздердің арқаларыңыз. Мирас кеттік деп ағай алып барады, келе жатады. Мен Мирасымды осы уақытқа дейін бір адамға сен шығармаппын. Өйткені ылғи да қасында өзім жүрдім ғой. Сосын папа әкесі маған жұмыс еткізген жоқ. Осы баламды сен дамытасың. Сөйтті де ылғи мен баламның қолынан ұстап алып, тек мектептер жағалаумен жүрдім ғой. Анда апарамын, мұнда апарамын. Осы Қарақат мектебіне келгеннен кейін әділетті көрдім. Мирасты сол күннен бастап қасымнан босаттым ғой. Сізге сендім. Мирасты алып кетті. Сонда да уайымдамадым. Қасымнан әділет
алып шықты ғой. Оған дейін қолынан ұстап жүретін болған. керемет. Енді уақыт тапшы, таяп қалды. Соңғы сұрақ болсын сіздерге. Жалпы сіздің ана ретінде, Мирастың жаңа үздік оқушымыз анасы ретінде көрген білгеніңіз көп, тыңдармандарға, ата-аналарға қандай кеңес бересіз? Мен айтар едім, баласының өнерін бағалап, өнерін біліп жатқан ата-аналар болса, Қарақат мектебіне келсе екен деймін. Өйткені көп балалар, көп ата-ана маған телефон соғады. Мирас қай мектепте оқиды деп. Біз бәрін осы мектепке шақырамыз, келсін, көрсін, өссін. Менің осы өсіп жатқанның бәрі осы мектептің арқасы. Оған дейін өсуіме болады ғой. Оған дейін де іздендім. Бірақ мен осы мектепке келген кезде барып біздің жолымыз ашылды. Барлық жағынан, оң жағынан болды. Алла тағала тек осы мектепке өсе берсе екен деп тілеймін. Енді Мирас Малла бұйырса Славян базарына жол жүрмекші. Сол жақты бағындырып, бас жүлдені алып келсе екен деп тілеймін. Сөйтіп, осы Қарақат мектебінің атын онан сайын көтерсек екен деп. Әрине, біздің осы нағыз қолдаумен, үлкен еңбектің арқасында Мирас осындай деңгейге жетті. Бүгін сұхбаттасып, сұхбат бергендеріңізге көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Рахмет. Сіздерге мың алғыс. Мен өзім осы Қарақат мектеп студиясындағы барлық ұжым апайларға, ағайларға алғысым шексіз. Алғысыңызды әнмен аяқтасаңыз жақсы болар. Мен әлі ойланған жоқпын. Потом айтып беремін. Ойланбадым. Онда келесі подкаст күтіңіздер. Сау болыңыздар. Бізде мынандай екен, иә? Әлі бар ма? Қайтын түсірсе, вообще еркін болады екенбіз. Сол, иә. Ашылады екенсіз. Басында деп қаласыз да, одан кейін Жақсы болды. Сен жақсы бердің. Жоқ, біз азықта кіріп резко кіре қойдық. Мен ойлаймын, кішкене... Сала салды ғой десең. Иә? Мен бір шешіп қайтқан кезде болып. Жоқ, рас қой. Бұның бәрі жүректе шығып жатқан сөздер ғой. Болды. Бізге осылай әсер етіп жатыр.